Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге арнап біздің тұрып жатқан тұрғын үйге толық обзор жасайтын боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, өйткені Қазақстанмен салыстырғанда өте көп айырмашылықтарды және ерекшеліктерді байқайтын боласыздар. Және міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мынау тұрғын үйдің алдыңғы толық сыртқы көрінісі. Алдыңғы бөлікте осындай автотұрақ орналасқан, бірақ бұл автотұрақтар тек қана қонақтарға немесе осында жұмыс жасайтын жұмысшыларға немесе көрелерге арналған, яғни уақытша тұрақ болып есептеледі. Міне үйдің ішіне кіргендегі ең бірінші көрініс осындай. Бұл тұрғын үй қонақ үй стилінде жасалған деп айтуға болады, өйткені кіреберісте осындай әдемі үлкен лобби бар. Және сол жақ бөлікте менеджерлардың отыратын орындары бар. Яғни бұл кісілер осында тұруға келген, яғни пәтер жалдауға немесе тұрғындардың қандай да бір сұрақтары болса, соны шешумен айналысады. Және келесі оң жақтағы бөлікте осындай тұрғындарға арналған немесе қонақтарға арналған осындай демалыс орындары бар. Теледидар, мына камин жұмыс жасайды. Және келесі бөлікте мінекей осындай Starbucks кофесі бар, ішінде кофе, чай, ыстық шоколад бар. Және келесі бөлікте осындай ас үй ретінде жасалған. Мінекей отыратын орындар көп, және мына бөлікте бар. Бұл жерде жай ғана ноутбукты алып келіп, кофеңізді ішіп, жұмысыңызды жасап отырсаңыз да болады. Келесі бөлікте мінекей осындай орын. Бұл жерде кішкентай балалар ойнаған болу керек. Қазір бізде мемориал күні бүгін, сол үшін қазір ешкім жұмыс жасамайды, сондықтан да кішкене мына жер шашылып жатыр. Ал бұлай күнде тап-таза болады. Посылкаларын осылай алып келіп қойып кетеді. Келесі бөлікте бізде мынандай конференция залы, яғни да бірнеше адам шақырып осындай конференция өткізіңіз келмесе, немесе жаңағыдай көп адамдар бар ғой, яғни консультация жасайтын сол адамдарға өте ыңғайлы барлық. Бұл жерде енді адамдарға күшті барлық жағдай жасалған. Және осындай тақташалар барлық бөлікте орналасқан, адамдар адасып кетпес үшін. Екінші қабатта да дәл осындай дивандар және теледидар орналасқан. Және мына тұрған компьютерларды тұрғындар пайдалану үшін қойылған. Көрсеткім келген тағы да бір ерекшеліктің бірі, ол мынандай сатушысы жоқ дүкен. Бұл жерде сағыздар, снектар, осындай сусындар сатылады. Төлемді тек қана карточкамен төлеп, осылай алып кете бересіз. Мына жерде мінекей камера орналастырған. Бөлікте пошта жәшіктер орналасқан. Негізінде Америкада пошта ол бұрыннан дамыған және әліге дейін актуалды, өйткені барлық хаттар бізде қазір мысалға уже электронныйға өтіп жатыр, яғни там сообщение болып келеді, әрбір приложенияға кіріп мысалға біліп отырамыз. Бұл жерде міндетті түрде қағаз түрінде келіп отырады және күнделікті тексеріп отыру керек. Және де мынандай астында орналасқан үлкен жәшіктер, егерде мысалға мына пәтерлердің біреуіне бір берген заказы келсе, егер коробкасы осының ішіне сыятын болса, ашып ішіне салып, мына кілтті сол пәтердің жәшігінің ішіне салып қояды. Сөйтіп сіз заказыңызды аласыз. Және бұдан үлкен тағы да посылкалар келген кезде қойып кететін орын бар. Мен сіздерге қазір оны көрсетейін. Келесі бөлікте бізде осындай ойын аппараттары орналасқан. Мінекей. Осындай теледидар және осындай отыратын орын. Келесі бізде мінекей осындай жаттығу залы. Жаттығу залы қазіргі заманға сай барлық жаңа тренажерлармен жабдықталған. Ішінде керектің барлығы бар. Және үстінде осындай желдеткіштер бар. Бұл желдеткіштерді өшіріп, қосып немесе азайтып отыруға болады. Келесі бөлікте бізде және міндетті түрде осындай санитайзер мен салфеткалар тұрады. Әр адам өзінен кейін пайдаланған тренажерді сүртіп тазалап кетеді. Және келесі бөлікте осындай бір жабық бөлме бар, кішігірім. Бұның ішінде йогамен немесе тағы да басқа жеке жаттығулармен айналысуға
арналған. Тренажердің сыртынан шыққан кезде мінекей осындай су алуға арналған арнайы орындар бар. Осы жерден мінекей мынаны басып осылай су ішуге немесе осылай бөтелкеңізге құйып алсаңыз болады. Және келесі бөлікте бізде ең күшті бөлік ол мынандай бассейн. Міне бассейнге кірердің алдында мына жерге сейфқа бағалы заттарыңызды, телефоныңызды, кілтіңізді, ақшаңызды қалдырып кетсеңіз болады. Бассейннің ашылғанына бүгін екінші күн болды, сондықтан осындай әдемі шариктермен әрлеп қойған. Қатты үлкен емес, шағын, бірақ дегенмен де адам онша көп емес. Мүмкін жазға қарай көбейер, және де осындай әдемі барбекю зона бар. Осы жерде отырып, отбасыңызбен барбекю жасап, демалып, уақытты жақсы өткізсеңіз болады. Және тренажерный залдан және бассейннен шыққаннан кейін мінекей осы жерге келіп, ішінде ешкім жоқ шығар, кіріп көрейік. Бүгін мейрам болғандықтан жұмысшылардың барлығы демалып жатыр, сондықтан да шашылып жатқанға мән бермеңіздер. Мен сіздерге әрі қарай көрсетейін. Көрсетейін дегенім, осы дәретхананың ішінде мынандай душ орналасқан, яғни тренажердан кейін немесе бассейннен кейін осында келіп жуынып алып ары қарай жұмысыңызбен кете берсеңіз болады. Әрі қарай кеттік. Мына жерді подъезд деп айтуға келмейтін шығар, мүмкін коридор, дәліз. Өйткені мен сіздерге айтқандай кәдімгі қонақ үй типінде жасалған. Әрбір бөлікте мінекей осындай дивандар және осындай әдемі картиналар бар. Және бұл жердің тағы да бір ерекшелігі осында иттерге арналған жуынатын бөлме. Бұл тұрғын үйде иттермен тұратын адамдар өте көп, сол үшін далаға шығып келгеннен кейін міндетті түрде осында келіп аяқ қолдарын жуғызып, ары қарай үйлеріне алып барады. Сіздерге көрсеткім келгені ол осы тұрғын үйдің ішіндегі орналасқан паркинг, яғни жабық паркинг. Паркинг 4 этажға жасалған, 4 қабатқа жасалған. Және мынау осындай қысқы уақытта немесе жазда қатты күн ысыған кезде осы паркинг өте жақсы. Бағанағы көрсеткім келгені ол мынау пошта жәшіктері. Бұл жәшіктерге біздің берген тапсырыстарымыз, яғни Amazon, eBay және тағы да басқа сайттан берген заказдарымыз осы жәшіктерге келіп салынады, және бізге смс-код келеді. Сол смс-кодтарды теріп, осы жәшіктердің ішінен шығарып аламыз. Сыймағандар мінекей осылай сыртына қалдырып кетеді. Оған ешкім тиіспейді, өйткені мына жерде камера орналасқан. Мінекей, егер де сіз екінші қабатта, үшінші қабатта, қай қабатта тұрсаңыз, сол қабатқа көлігіңізді қойып, сол қабаттан бірақ шығып кетуге болады. Мінекей біздің автокөлік. Біздің көлігіміз екінші қабатта, сол үшін біз екінші қабаттан осылай шығып кетеміз. Және тағы бір қызықты ақпарат, және сіздерге айттым ғой, әрбір қабатта автотұрақтар орналасқан деп. 4-ші қабатта да дәл солай автотұрақ орналасқан. Бұл ғимарат 4 қабатта, ол ең жоғарғы қабат. Ол жердегі автотұрақтың төбесі ашық, және мен адамдар не үшін ол жерге машиналарын қоятын білмеймін, өйткені далада да дәл сондай ашық автотұрақ бар. Мүмкін сақтау үшін болар. Келесі бізде бөлікте осындай, ол да әр қабатта бар, жұмыс жасауға арналған офистер орналасқан. Мінекей, егер де отырып тыныштықта кейбір жұмыстарыңызды жасап алу керек болса, осында келіп жасай берсеңіз болады. Мінекей, ішінде орындық, осындай қағаздарыңызды қоюға арналған полочкалар бар, жарық, салфеткалар, санитайзер, қоқыс жәшігі. Және де егер де байқаған болсаңыз, осындай шығуға арналған табличкалар бұл жерде өте көп, өйткені әрбір бөліктің өзінің шығатын есігі бар. Міндетті түрде алдыңа барып, алдыңғы есіктен шығу міндетті емес, сондықтан әркім өзіне ыңғайлы жерден шығады. Мысалға, мынау біздің пәтеріміз осы, және біз осы жерден кіріп шығып отырамыз. Неде осындай баспалдақтар орналасқан әрбір шыға беріс бөлікте, ол яғни тағы да аварийный выход деп аталады. Сіздерге айтқым келген тағы бір ерекшеліктердің бірі, мүмкін бұл ерекшелік емес, осы тұрғын үйдің ұсынған қызмет түрі болар. Осы жерде тұратын адамдар қоқыстарын тастауға ерінсе, немесе басқа жағдаймен тастауға уақыттары болмайды. Жай ғана қоқыс жәшіктерін осылай шығарып қояды үйдің сыртына. Сағат кешкі 8-ден кейін жұмысшылар келіп алып кетеді. Мына жерде балаларға арналған осындай алаң бар.
Және бұл тұрғын үйдің орналасқан жері өте әдемі, өйткені бұл жерде осындай үлкен орман бар. Қазір мына талдардан көрінбей тұр. Мына талдардың арты негізінде өте үлкен орман. Ол орманның ұзындығын сіздерге айта алмаймын. Өйткені мен 10 километр жүгіріп көрдім. 5 километр ары, 5 километр бері. Өте әдемі, ұзын, ол бітпейді. Және де егер де сіз менің инстаграмды көретін болсаңыз, мен көрсеткен болатынмын. Осы орманның ішінде бұғылар жүреді, өте әдемі. Кейде осы бері қарай сыртқа шығып жүреді, біз оны айнадан көреміз. Тағы да бір күшті ерекшеліктердің бірі, ол ерекшелік деп айта бердім, мүмкін дұрыс айтпаймын. Енді менің түсінуім бойынша бұның барлығы ерекшелік, өйткені мен бұндайды көп кездестірмеймін тұрғын үйден. Осындай электрокостер деп айтуға болады ма? Мына жерден ортасынан от шығады. Егер түнде жағып қойып отырсаңыз, өте әдемі, атмосферно болады. Және де сіздер байқаған болсаңыздар, бұл жердегі бірінші қабатта орналасқан балкондар жабылмаған, ашық тұрады, және әр адам өзінің ыңғайына қарап әдемілеп жасап алған. Бұл жердің адамдары демалғанды жақсы көреді, сондықтан да бұл жердің ерекшеліктерінің бірі иттерге арналып жасалған жағдай. Міне осындай пакеттер және осындай қоқыс тастағыш жәшік бар. Осы пакеттерді алып, иттерін қыдыртып, артық шығарған заттарын соған салып, осындай жәшіктерге тастап, үйіне тап-таза қылып алып кіреді. Және де осы тұрғын үйдің сырты айнала осылай автотұрақ жасалған. Және бұл жердегі тағы да бір ерекшелік, ол кілтінде. Мына кілтпен осылай сыртқы есіктен кіруге болады. Және үйге кіруге болады. Достар, осымен видео соңына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде қанша ерекшелік байқадыңыз, соны комментарийға жазыңыз. Және келесі видеода біздің тұрып жатқан пәтерді көрсететін боламын. Және біз сол үшін қанша төлейтінін айтамын.